мына үйдің арт жағынан түсіріп тұрмын. Мынау бірінші бір бөлме. Одан кейін ана бөлме. Төбесі үйдің. Дымы қалмаған үйдің. Енді мына жаққа өтейік. Үйдің арт жағы. Үйдің түрі осылай. Ішке кіре алмаймыз, ішке кіруге рұқсат жоқ екені төбе құлайды қазір деп тұр. Мына жақта да ұшым тым қалмаған көрінбейді. Ой, бісміллә. Мына жақ міне. Қазір үйдің алдын түсіреміз. Мынау үйдің алды. Газ баллон тура осы жерде ғой, мына кухня мынау болған. Потому что біріншісі газ баллон атылған ғой, иә, бірінші сол. Жанып бастағаннан кейін уже газ баллон атылған. Білмеймін, қарашы газ баллон қай жерде екен. Мен көрген жоқпын газ баллонның қайда екен. Ары қарай барма, төбе құлайды деді. Вообще ішке кірмеңдер. О жақ ана жағы ванна негізі. Ана жағы ванна, туалет. Ал ванна, туалет, газ баллон примерно осы жерде ана нелердің іштерінде болуы мүмкін. Или пожарныйда бағаналары шығарып тастады. Көру керек. Енді сонда қай жерден басталған? Төбеден деп тұрсың ба примерно? Иә, көрмей, асты жақтары сау, сол төменде өзім ойлап тұрмын сол. А? Қайны канистра? Ну нафиг. Білмедім. Бұны баған түнде көрген жоқ ешкім, наверное. Иә, ештеңке ұстамақ мына жерде канистра жатыр. Канистрамен бензин бәрі қойған ғой. Менің ойымша просто бір 2 литр бензинді алып келді да, ол бүйтіп шашты, и төбеге лақтырды, и короче, сіріңкені лақтыра салды деп ойлап тұрмын. Өзім ойым, енді көп білмейміз ғой. Әлі нақтылайды ғой енді. Осы мына үйдің сықылы. Қайсы? Соны түсірейін. Мына ағаш қатты жанған. Осы жер қатты жанған, иә. Мынадан бастағанда ағаш алысып кеткен, мына ағашты қойған. Мына жерде жан болған ағаш. Кухня, негізі осы жер міне кухня болған ғой. Мына жерде есік, стена болған. Стена жоқ. Көрдің ба? Иә, осы жерден басталған, өйткені сәл ары жылжы. Өйткені мына жерде полный стена болған, мына стена жоқ, көрдің ба? Мына жақтағы стеналар мына аман, сау, тек мына стена, короче. Үйдің ішін қазір мен былай бір түсіріп жіберейінші, кәдімгі 1 минут. Мен негізі қатты жақындамаңдар деп еді, потому что мыналар құлайды деп. Мына үйдің іші. Сау дамы жоқ еді. Арғы бөлмені көрсете алмаймын, өйткені мына төбе құлайды. Өйткені су болып тұр қазір. Түсінбедім, пожарналар қанша уақытта келген, егер бүйтіп сразу пожарға звондаған, дымы қалмай қалған ғой, дымы қалмай жанып кеткен. Мына жерде не жатыр? Осылай, короче, күтеміз.